Баршаңызға сәлем, сіздермен Луиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үш жағдайында өз қолымызбенен кеспе жаюды және кеспе кесудің жолын көрсетемін. Бұл кеспеміздің ерекшелігі жұмыртқа қосылмайды және сорпаға салғанда езілмей піседі. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк, комментарий жазып қалдырыңыздар. Ең алдымен 110 грамм жылы суымызға 1 ас қасық тұз саламыз. Содан соң 1 шай қасықта сода салып, жақсылап араластырып, 250 грамм ұнымызға қосып, қатты қамыр илейміз. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек, қатты салқын немесе қатты қайнаған суда емес, жылы орташа температурада болу керек. Тұз және сода қосылған суымызды ұнымызға осындай аз-аздан қосып отырып, қамырды илеп аламыз. Қамырымыз өте қатты болып шығады, өзі осындай қатты қамыр болу керек. Сонда біздің лапшамыз, кеспеміз езілмей піседі. Қамырды июін қандырып алғаннан соң салафан пакеттерге орап қоямыз да 20 минуттан кейін ашып қайтадан қамырымызды илейміз. 15-20 минуттан соң мен енді екінші рет қамырды осындай қолымменен басып июін қандырып аламын. Сосын қайтадан үстін салафан пакетке орап, тағы да 10 минутқа қалдырамын. 2-3 рет қамырымызды 10 минутқа солай тындырып қойғаннан кейін қамырды жаю бастаймын. Қамыр қаттылау болған үшін жаюда кішкене қиындау болады. Сосын қамырымыздың өзі жұмсарып, жайылуы оңай жайыла бастайды. Қамырымызды орташа қалыңдықта және орташа дөңгелек етіп жайып аламыз. Қамырымызды тағы да бір айта кететін өзінің сыры, бұл жерде ұн қосып жаймаймыз, ұн сеуіп жаймаймыз. Ұнның орнына картофельный крахмал немесе кукурузный крахмалды осылай сеуіп, крахмалмен жайып аламыз. Енді жайылған қамырымызды бешбармақтың қамыр сияқты осылай видеода көрсетілгенде етіп, бүктеп аламыз да қамырымызды кесуге дайындаймыз. Қамырды қақ ортасынан екіге бөліп, майдалап, турап шығамыз. Қамырымызды енді осылай өз қалауларымыз бойынша жіңішке немесе жұқа етіп турап аламыз. Енді осы кеспемізді салафан пакеттерге салып, морозилкаға қатырып қойсаңыздар болады, немесе кептіріп қойсаңыздар да болады. Мен бір бөлігін сорпаға салып алдым, және бір бөлігін кептіріп қойдым. Міне достар, біздің кеспеміз дайын. Қолмен жасалған, қолмен туралған кеспеміз дайын. Міне осындай езілмей күшті болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, видео ұнаған болса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып қалдырсаңыздар болады. Менің келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Луиза. Сау болыңыздар.